Иә, мен алдыңғы сабақта қаза намаз өтеуге болмайтын макрух уақыттарды айтқан болатынмын. Алла разы болсын, үлкен ұстаздарымыздан, нақтырақ айтқанда Қарағанды облысының пәтуа бөліміне жауапты Юсуп Шұғайұлының ескертуімен сол кезде кеткен қателіктерімді дұрыстауға алдарыңызға шығып отырмын. Қаза намаз өтеуге болмайтын макрух уақыттардың тақтада көрсетілгендей 3 уақыты бар. Яғни 3 макрух уақыты бар. Ең алдымен тоқтала кететін нәрсе, ол бірінші күннің шығатын сәтінен 30-40 минут көтерілгеніне дейін. Қайталап айтқан кезде, күннің шығатын сәтінен 30-40 минут көтерілгеніне дейін. Мысалмен келтіретін болсақ, біз өзіміз Қарағанды қаласынан болғаннан кейін Қарағанды қаласының уақытымен мысал келтірейін. Бірақ әрқайсысын сөз елді мекендеріңізге байланысты уақыттарыңызға қарайсыздар. Қарағанды қаласы бойынша таң намазы 6:18-де кіреді. Сіз сағат 7-де оянып таң намаз оқуға ниеттендіңіз. Айталық 7-ден аса сіз намазыңызды бітірдіңіз, таң намазын. Сол таң намазын бітіргеннен кейін 7:48-ге дейін қаза намаздарды өтеуге болады. Яғни 7:48 дегеніміз күннің шығатын сәті. Осы күннің шығатын сәтіне дейін осы екі аралықта сіз таң намаздан кейін қаза намаздарды өтей бересіз. Және 7:48 бен оған 30-40 минут аралығы жаңа айтқанымыздай макрух уақыт. Егер де сіз осы аралықта таңға ұйықтап қалдыңыз делік, алдыңызда сіз 8-де тұрдыңыз. Енді қаза өтейін десеңіз, макрух уақыт. Яғни сіз 7:48-ге 30-40 минут қосып, яғни 8:25-ден кейін ғана сіз қаза намаздарды өтей аласыз. Бұл бізде бірінші макрух уақыт. Екінші макрух уақыт ол күн тас төбеде тұрған сәті. Яғни ол дегеніміз бесін уақытына 10-15 минут қалған кезде. Бесін намаз уақытына 10-15 минут қалған кезде күн тас төбеде тұрады екен. Міне осы уақытта қаза намаз өтеуге болмайды екен. Мысалмен келтіретін болсақ, тағы да Қарағанды қаласының уақытымен бесін намазын аламыз. Бесін намазы